мұқият тыңда. Бүгін сен таңданатын әрбір адам күштен емес, әлсіздіктен бастаған. Сенімділіктен емес, ұлылықтан емес, әлсіздіктен. Сен білетін ең мықты адамдар бір кезде ең әлсіз болған. Ең тәртіпті жауынгерлер бір кездері ең жалқау жандар болған. Ең батыл көшбасшылар бір кезде сәтсіздіктен қатты қорыққан. Және бұл маңызды нәрсені білдіреді. Бүгін сен өзіңді әлсіз сезінгенің үшін сен жарамсыз емессің. Сен дәл қазір барлық мықты адамдар бастаған нүктедесің. Әлсіздік сенің бет-бейнең емес, ол сенің бастау нүктең. Әлем мықтыларды жақсы көреді. Әлеуметтік желілерде жеңістер, марапаттар, мәнсіз денелер, табысты, бизнесті, сенімді күлкіні көрсетеді. Бірақ әлем сирек көрсететін нәрсе бар. Сол сәтке дейінгі ұзақ әрі ауыр жол, жалғыз таңдар, ауыр сәттер, күмәнға толы түндер. Күш көпшілікке көрінбестен бұрын алдымен үнсіздікте қалыптасады. Ешкім мықты болып туылмайды, ешкім тәртіпті болып туылмайды, ешкім психологиялық тұрғыда берік болып туылмайды. Олар сондай жанға айналады. Жаңа туған баланың ойына. Олар жүре алмайды, сөйлей алмайды, өзін қорғай алмайды, толығымен басқаларға тәуелді. Әрбір адам өмірін осылай бастайды. Әлсіз. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе болады. Әлсіз бала еңбектеп үйренеді, кейін жүреді, кейін жүгіреді. Ол қайта құлайды. Бірақ әрбір құлау тепе-теңдік, үйлесімділік және күш қалыптастырады. Дене бейімделеді, ақыл бейімделеді, рух бейімделеді. Бұл өсудің заңы. Сен әлсіз болып бастайсың, сен мықтыға айналасың. Бірақ өмір жолында көптеген адамдар осы шындықты ұмытады. Олар табысты адамға қарап, оны әрқашан мықты болған деп ойлайды. Спортшыны көріп, оны туа біткен күшті деп санайды. Сенімді спикерді көріп, оны әрқашан қорықпаған деп ойлайды. Тәртіпті кәсіпкерді көріп, табыс оған оңай келген деп ойлайды. Бірақ бұл иллюзия. Әрбір мықты адамның артында әлсіздікке толы өткен өмірі бар. Әрбір чемпион бір кезде бір жаттығудан кейін ақ шаршаған. Әрбір табысты адам бір кезде нөл көрерменнен бастаған. Әрбір сенімді адам бір кезде өзіне сенімсіз болған. Әрбір шебер бір кезде бастауыш болған. Күш берілмейді. Ол күн сайын ауырлық арқылы кірпіштен кірпіш қалап жасалады. Темірдің қылышқа айналуын елестет. Шикі металл өздігінен мықты емес. Ол отта балқып, қайта соғылып, үлкен қысыммен қалыптасуы керек. Бұл процесс ауыр, ыстық және жайсыз. Бірақ дәл осы процесс қылышсыз асайды. Отсыз, соққысыз, қысымсыз металл әлсіз күйінде қалады. Сенің өміріңде дәл солай. Қиындықтар. Бұл кездейсоқ жаза емес. Олар сенің қалыптасу шеберханаң. Әрбір құлау, соққы, әрбір сәтсіздік, ол от, әрбір кедергі сені қалыптастыратын қысым. Әлсіздік күштің қарсы жағы емес, ол бастапқы материал. Бірақ көпшілік мойындамайтын бір шындық бар. Әлсіздіктің өзі күшке айналдырмайды, қиындықтың өзі өсуді бермейді. Әлсіздікті күшке айналдыратын сенің реакцияң. Екі адам бірдей қиындыққа тап болып, мүлде әртүрлі нәтиже алады. Бірі шағымданады, ал бірі бейімделеді. Бірі беріледі, ал екіншісі өседі. Бірі шектеуді көреді, бірі жаттығуды көреді. Сенің реакцияң сенің өзгерісіңді анықтайды. Көптеген ұлы адамдар мінсіз жағдайда туылған жоқ. Керісінше олар ең қиын жағдайдан шықты. Оларды қабылдамады, оларға сенбеді, оларды бағаламады. Бірақ олар әділетсіздікке берілмеді. Олар оны отынға айналдырды. Ауырсынуды мотивацияға, сәтсіздікті сабаққа айналдырды. Күмәнді табысқа айналдырды. Күш жайлылықтан құралмайды. Жайлылық потенциал ұйықтайтын жер. Жайлылық армандар баяу өлетін жер. Жайлылық қауіпті өтірік сыбырлайды. Ертең бастайсың, бүгін демал. Сен бұған лайықтысың. Күндер өте, кішкентай шешімдер сенің әлсіз өміріңді қалыптастырады. Ал өсу басқаша сөйлейді. Өсу, ерте тұр. Өсу, тағы бір рет қайтала дейді. Өсу, ауырса да жалғастыр дейді. Өсу, мотивация жоғалғанда да тоқтама дейді. Нағыз күш дәл сол сәтте құралады. Ол оңай кезде қалыптаспайды. Ол ыңғайлы кезде де қалыптаспайды. Сенің ішіңде бәрі берілгісі келген сәттерде қалыптасады. Сенің болашақ күшің бүгінгі күрестің ішіне жасырылған. Бұлшықетті ойла. Жаттығу кезінде бұлшықет талшықтар жыртылады. Бұл ауыртады. Микрожарақаттар пайда болады. Қысым түседі. Бірақ қалпына келгенде олар бұрынғыдан да мықты болады. Қысым болмаса өсу жоқ. Қарсылықсыз күш жоқ. Сенің ойыңда дәл солай жұмыс істейді. Әрбір қиындық бұл психологиялық жаттығу. Әрбір кедергі сенің шекараңды кеңейтеді. Егер сен қиындықтан қашсаң, сен өсуден де қашасың. Сондықтан көптеген адамдар бір орында қалады. Олар жайсыздықтан қорқады. Олар сезімдерін қорғайды, бірақ төзімділікті дамытпайды. Олар сәтсіздіктен сабақ алудың орнына қашады. Және осылай
ақырында олардың потенциалы жоғалады. Ал мықты болатындар басқа шешім қабылдамайды. Олар қиындыққа қарай жүреді. Олар оны қабылдайды. Өйткені олар бір нәрсені түсінеді. Қиындық жау емес, ол жаттықтырушы. Әрбір ауыр күн жаттығу, әрбір сәтсіздік сабақ, әрбір ауыр тәжірибе өсуге деген мүмкіндік. Енді өзіңнің екі нұсқаңды елестет. Біреу қиындықтан қашады, ол жайлылықты таңдайды. Ол уақытты бос өткізеді. Ол қиын кезде тоқтайды. Жылдар өтеді, ол өзгермейді. Жасы үлкейгенімен өзі сол күйі әлсіз болып қалады. Екіншісі ерте тұрады, денесін жаттықтырады. Басқалар демалғанда үйренеді, мотивация жоқ кезде де жалғастырады. Ол көп рет сәтсіздікке ұшырайды, бірақ әрбір сәтсіздік оған сабақ болады. Жылдар өтеді, ол күшейеді. Өмір оңай болғандықтан емес, ол жайлылықтан гөрі өсуді таңдады. Бұл екі болашақтың айырмашылығы талантта емес, бұл күнделікті жасалатын таңдауларда. Күш ешкім көрмейтін кішкентай таңдаулардан қалыптасады. Сен оянған кезде төсекте жатудың орнына әрекет етуді таңдайсың. Басқалар кейінге қалдырып жатқанда сен істі істейсің.